Alыңдар. Ала қой. Ала қой. Құрт жасаймыз. Екі қолымен қысып құрт жасаймыз балалар. Папа, не істеватсың? Ой, айналайын жарығым. Құрт жайып жатырмын. Кел отыра қой. Сен де бізбен бірге кел. Құрт жая қой. Міне, құрт жайып жатырық. Папа, қатықты қайда батсыз? Отыра ғой жаным, айналайын. Қатықты қайдан келетінін, қайдан шығатынын айтайын. Балалар, бұл қатық сиырдың сүтінен жасалады. Сиырды сауамыз, сүтін пісіреміз, айранға бұйытамыз. Ол айранды ірітіп, балалар, қалтаға құйып, суын сорқытып, осындай құрт жасаймыз. Міне, ағымыз осы наурыз айында мол болсын деп, міне құрт жайып жатырық. Ал қыздар, бүгін біз сендермен сүт өнімдерінен сүтті шырын жасайық. Жасауға дайынсыздар ма? Олай болса бізге керекті заттар сүт керек және жемістері керек екен. Олай болса ең бірінші біз піскен сүтті мына блендерға құямыз. Және мына көкөністерді ашып осыған қосамыз. Рабия қанша банандар жей ғой, Тамиле сен мандариндар жей ғой. Жарайсыңдар, бізге сүтті шырынның пайдасы өте көп. Оны ішсеңдер ауырмайсыңдар, денсаулыққа өте пайдалы екен. Ал ендеше қыздар, мына жемістерімізді мына сүтке салайық. Сендер маған көмек беріңдер, кәне саламыз. Олай болса жемістерді салыңдар. Блендерға саламыз. Сала ғой. Балалар, көріңдер ме? Блендерден біздің тәтті шырынымыз дайын болыпты. Олай болса осыны ішіп көрейге, сендерге құйып берейін. Сендер дәмін беріңдер, қалай болыпты, тәтті болып па, е? Бұл тәтті біздің шырынымыз өте денсаулыққа пайдалы екен. Қанки, алып ішіңдер енді. Бүгінгі біздің тәжірибеміз сендерге ұнады ма? Несімен ұнады? Шырын. Қандай шырын жасадық? Сүтті шырын жасадық, Сүтті шырын қандай екен дәмі? Күшті екен. Тәтті екен, е? Я.